Әрбір ұлттың рухани болмысын айшықтайтын өнер түрлері бар. Қазақ өнерінің тарихында қуыршақ театрының орны ерекше. Биыл еліміздің тұңғыш қуыршақ театры өзінің 90-шы маусымын ашып отыр. Жаңағы 35 жылы Темірбек Қаралы Жүргенов негізін қалаған театр бүгін 90-шы мерейлі маусымын ашып жатыр. Соған қош келдіңіздер. Және біздің алдағы осы маусымға жоспарлаған істеріміз көп. Оның осы келесі қазан айының 10-ы негізі театрдың туған күні, сол күні 90 жыл болады. Сол күні жылда өзіміз өткізіп жатқан биыл 3-ші мәрте өткіземіз. Халықаралық Алматы Папет фестивалі, халықаралық қуыршақ театрлар фестивалі өз бастауын алады. 5 күн жалғасатын. Одан қазір Бердібек Сапарбаевтың 125 жылдығына арналған менің атым Қожа сол кісінің повесін қойылымын қойып жатырмыз. Ар жағы енді құпия бола тұрсын. Бәрін сіздерді әрқашан жаңа премьераларымызға шақырып бөлісіп отырамыз жаңалықтарымызбен. Балалық шақтың бал дәмін сездіріп, ұлттық дәстүрді сахна тілімен сөйлеткен өнер ордасы көрерменге жаңа маусымның алғашқы сыйын ұсынды. Театр сахнасында қазақ қуыршақ өнерінің мәнін айшықтайтын ортеке спектаклінің премьерасы өтті. Маусым ашар аясында Қуыршақ театрының 90 жылдық мерейтойына арналған «Тамыры терең театр 90 жылдың ізімен» атты кітабының тұсаукесері болды. Сонымен қатар театр тарихынан сыр шертетін арнайы мұражай да есігін ашты. Біздің 90 жылдық тарихта үлкен кезеңдерді бастан өткізген театр үшін тарихи жәдігерлер қойылған мекен. Бұл мекенде көптеген тарихи қуыршақтар, құнды жәдігерлер сақталған. Оның бірі 40 жылдық тарихқа ие театрдың алтын коллекциясына айналған Қамбақшалы спектаклі. Жұлдызды қуыршақтар, Қуыршақ думан, Мен де бойла сияқты қойылымдардың кейіпкерлері Димаш Құдайберген, қазіргі біздің жұлдызды қуыршағымыз, Роза Рымбаева, Роза Бағланова, Мұқағали Мақатаев, Фаруқ Закиров сынды жұлдызды қуыршақтар бар. Театрдың бойтұмарына айналған Қуыршақ думан спектаклінің кейіпкерлері бар. Жалпы 1935 жылдан қазіргі уақытқа дейінгі қамтылған құнды жәдігерлер сақталған. Мынау өнер деген өте керемет қой. Баланы анамен, отбасымен, тарихпен байланыстырады деп айтып жатыр тұңғышбай ағаларымыз. Соның барлығы бүгінгі қойылымда бәрі соны дәлелдеп берді. Сондықтан 90-шы маусымы, 90 жылдық маусымы ашылған музейдің болашағы жарқын болып, шығарылып жатқан осы Қуыршақ театрының тарихын зерттеп шығарып жатқан мынау тарихта қалатын кітаптың өзінің құндылығы керемет. Сондықтан біз айтамыз, болашақта осы Қуыршақ театрына көп көңіл бөлініп, мемлекетімізден үлкен демеу болсын деп ойлаймыз біз. Сондықтан тек қана қуаныштымыз, өте әсерлі өтті. 90 жылдық тарихы бар Қуыршақ театры қазақ өнерінің мақтанышы. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан бұл сахна өнері әлі де талай көрерменге қуаныш сыйлай бермек. Әбдірахман Қайрат, Ұрпақ үні медиа, апта 174.